Сәлеметсіз бе оқушы? 50-ші сабақ бөліндінің мәндеріне нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бірінші есеп. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақтың музыка тану ғалымы тарихында тұңғыш рет 5 томдық Қазақстан музыкасының аналогиясы жарық көрді. Есепте және осы кітаптың бірінші томы қай жылы жарық көрген анықтайсың. Яғни есептің берілген мынау бізде. Берілгенде бірінші 650-ге 25-ті көбейтсе 16250 болады. Шыққан мәнді 14237-ге азайсам 2013 деген сан шығады. Демек, кітабымыз 2013 жыл жарық көрді. Келесі үшінші есептен бастаймыз. Бұл жерде біріншісін шығарып көрсетейін. Яғни 8-ден беремін, 96-тан қайрам 16 бір ойда, 8 жерде берем 8, ойдағы мен 9 болады, 0 болады. 8 түседі, жетпейді, 0 беремін дағын 4-ті түсірем. Содан кейін 7-ден берем. 2 жердегі 7 14 бір ойда, 1-ді 7 ойдағы мен 8 болады, 0 болады. Яғни астына көбейтеміз. Тексереміз, 8-7 көбейтемін 12-ге. 2 жердегі 7 14, 0-ді сразу 0 болғанке сразу жазсам. 8 жердегі 2 16, 2 жердегі 7 7, 0, мынау 8 болады. Қосам. 4, 8, 6, 9. Яғни 9684 деген сан шығады. Одан кейінгі есептерде 4784-ті 23-ке бөлгенде 208 шығады. Және оны тексеру көрсетіліп қойған. Сол сияқты 9470-ті 45-ке бөлсең 2106 деген сан шығады. Соңғы есеп 95883-ті 31-ге бөлгенде 3093 деген. Және ол есептердің, яғни берілгендері көрсетіліп қойған. 5-ші есеп, есептің дұрыстығын тексер дейді. Бірінші есепте 45150-ді 14-ке бөлсең 3225 шығады, және оның тексерілу көрсетіліп қойған. Келесі 175440-ты 43-ке бөлетін болсаң 4080 шығады, және оның тексерілу көрсетіліп қойған. 740166-ға бөлсең 20560 шығады, және оның тексерілу көрсетіліп қойған. 813400-ді 28-ге бөлсең 29050 шығады. Яғни оның да көбейтуі тексеріліп қойған. Келесі есеп 921570-ді 51-ге бөлсең 18070 шығады, және ол тексеріліп қойған. 986750-ді 50-ге бөлсең, яғни артық нөлдерін қысқартып барып бөлетін болсаң 19735 оңай қысқарылады, және оны тексеріп қойғанбыз. Соңғы есептері 8860-ты 98-ге бөлсең 9070 шығады, және оны тексерілу көрсетіліп қойған. Соңғы есебін мен көрсетейін, яғни соңында нөлдерін қысқарып тастаймын, содан кейін барып бөлемін. 5-тен қайрам 1-ден берем 3 болады. Мына жерде 2-ні түсіремін, 7-ден берем 21, 22-ден 21-ді азайсам 1 қалады, мына жерде 6 түседі, 5-тен берем 15, 1 қалады, 3-ті түсіремін, 4-тен берем 12 болады, тағы 1 ойда, ана 5-ті түсірсем, тағы 5-тен берем, сонда 15 болады. 17545 деген санды 30-ға көбейтіп, яғни тексерем. 30-дың нөліне көбейтпем әзірге, 3-ке ғана көбейтем. 3 жердегі 5-ім 15 бір ойда, 4 жердегі 3-ім 12, 13 бір ойда, 15, 16 бір ойда, 21, 22-сі 2 ойда, 3 ойдағы мен 5, соңындағы нөлді әкелімді тіркей салам. 526350 деген сан шықты. Жақсы. 6-шы есепте композитор Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы туған. 1956 жылы менің Қазақстаным әнін жазған. Ол уақыт өте келе Қазақстан Республикасының қазіргі мемлекеттік гимніне айналды. Өзінің осы танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов неше жаста болған? Яғни 1956 жылы
ән шығатын болса 1930 жылы туылған болса 26 жаста болады. Демек Шәмші Қалдаяқов 26 жасында Қазақстан Республикасының гимнін жазған екен. 7-ші есеп өрнектің мәнін тап дейді. Бірінші есепте әуелі жақшы әншіні орындаймын. Оны бірінші деп алдым, 12-ні 6-ға көбейтіп 62-ні азайтсам 72-ні 62 10 болады. Шыққан мәнді жақшан сырында 1530-дан 10-ды бөлемін, 153 болады. 980-нен 153 қоссаң 1441 деген сан шығады. Екінші есебінде бірінші жақшаныш орындалады. Яғни мына жерде баған түрінде аз айттым, одан кейін екінші жақша, оны да баған түрінде аз айттым, шыққан мәнді 37-ге бөліп, яғни шыққан 111-ді 3 шығады. Сонда екі жақшадағы мәнді аз айтқан кезде 879 деген сан шықты. Жақсы. Келесі. 8-ші мәтіндегі деректер бойынша есеп құрасы және шығар дейді. А есебінде 1980 жылы Алматы қаласында ұлттық музыкалық аспаптар музейі ашылды. Музей ғимараты ағаштан салынған сәулет өнерінің үлгісі. Оның 1980 жылы Андрей Павлович Зенков тұрғызған. Яғни есеп құрастырам. 1908 жылы музей тұрғызылды. 80 жылы ұлттық музыкалық аспаптар ашылды. Музей ашылды. Неше жылдан соң музей ашылды деп сұрақ қойсаң болады. Шешуі екеуін азайтсаң 72. Яғни 72 жылдан кейін музей ашылды деп жауап берсек болады. Келесі А есебінде музейде көптеген концерттер мен кездесулер өтеді. Ересектердің билеті 500, ал балалардікі 300 теңге тұрады. Экскурсия жетекшісінің қызметі 850 теңге. Яғни ересектер билеті 500, балалар билеті 300, жетекшісі 850. Барлығы неше билет деп сұрақ қойсаң болады. Барлығы қосқан кезде 1600 теңге. Яғни барлығы 1600 деп жауап берсеңдер болады. Бұдан да басқа сұрақтарды құрастырып жазсаңыздар болады. 9-ші есепте теңдеуді шеш. Бірінші теңдеу 12.000 көбейтілген x тең 800 көбейтілген 30. Яғни бірінші 800 бен 30-ды көбейтсем 24.000 болады. Одан кейін x теңдеп 24.000-нан 12.000-ды бөлеміз. Артық нөлдерді қысқартпасаң 24-тен 12-ні бөлген сияқты боласын. Сонда x тең 2 болады. Дәл сондай есеп 80.000-ды бөлемін y-ға, ол тең болады 400 азайту 2000. 400-ден 2000-ді айсаң 2000 қалады. Демек y-тен деп 80.000-нан 2000-ды бөліп тастайым. Артық нөлдерін алып тастайым. 80-нен 2-ні бөлсем 40 қалады. Жақсы. 10-ші есеп ойлан және жауап бер. Музейге бару үшін оқушылар 3-3-тен сапқа тұрды. Бұл жерде сапқа тұрғандар Айна, Әлия, Арман алдынан санағанда 7-ші қатарда, соңынан санағанда 5-ші қатарда. Басынан санаған кезде міне 7, соңынан санаған кезде 5-ші тұр. Енді бізде музейге неше оқушы барған тап дейді. Яғни 11 қатар 3 реттен отыратын болса, сонда 11-ді 3-ке көбейсең 33 оқушы барған деп жауап беруге болады. Үйге берілген есеп 11-ші есеп 70.098 қойсаң 2055 шығады. 68.880 21-ге бөлсең 3280 шығады. 107.940 35-ге бөлсең 30.084 шығады. 195.760-ды 80-ге бөлсең 2447 шығады. 98.880 18-ге бөлсең 50.490 шығады. 247.230-ды 41-ге бөлсең 6030 шығады. Жақсы балдар, зейіндерің ашылсын. Келесі сабаққа тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.